Финансылық көмекті көрермендерін әділқазылар. Мен Шарафи Елнұр Ақсай қаласының нөмір 4 мектебінің 9-шы А сынып оқушысы табиғатты аялы форумына қатыса отырып, өзім жасаған эко-бояу жобасын сізге ұсынамын. Мен мақсатым табиғи және қауіпсіз компоненттерді қолдана отырып, экологиялық таза бояулар жасау және оның қолдану әдістерін зерттеу. Міндеттерді зерттеу тақырыбының өзектілігін анықтау, эко-бояу жасау жолдары түрлі ақпарат жинау, эко-бояу жасау жолдары мен оның биоотыратын қабілеттерін көрсету, мектеп оқушыларымен асханамен жұмыс және био-бояудың жергілікті жерге пайдасын анықтау және өзінің қосқан үлесім. Күтілетін нәтиже: эко-бояу адам ағзасына, қоршаған ортаға зиянсыз екенін дәлелденеді. Оларды оқушылар мен тұрғындарға ұсына отырып, экологиялық мәдениетті дамыту, сонымен қатар болашақта эко-бояуды қолдану мүмкіндіктері. Жобаның өзектілігі: химия бізді барлық жерде қоршап тұр. Біз ішетін су, жейтін тамақ, салатын ауа, тіпті күнделікті қолданып жүрген заттардың өзі түрлі қоспалар мен бояудан тұратынын көреміз. Адам химиясы өмір сүре ала ма? Күнделікті қолданып жүрген дәстүрлі бояуларымыз адам ағзасына әсері зор. Олар аллергия туғызып, ауаға химиялық заттар шашып, тыныс алу жолдарын қиындатады. Бұл мәселемен қатты танысу, сондықтан мен осы эко-бояу жобасын іске асыруды жөн көрдім. Жобаның жаңашылдығы: органикалық ерітгіштер мен ауыр металдардың орнына табиғи компоненттерді қолдану. Кейбір бояулар тек қана түспей қоймай, сонымен қатар болғанын сапасын жақсартады. Мұндай эко-бояуды енгізу өмір сапасын және үй жағдайын жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар қоршаған ортаға әсерін азайтады. Бұл әсіресе жаһандық экологиялық проблемалар маңызында өте маңызды. Табиғат адамзатқа көптеген байластырылған ерекше әлем. Оның бірі табиғи бояулар. Ежелгі заманнан бері адамдар минералдан, топырақтан, тағамдардан, табиғи заттардан түстер алып, оны үй жағдайында кеңінен қолданған. Табиғаттан алынған мұндай бояулар адам ағзасына зияны аз және қоршаған ортаға зиянын келтірмейді. Мысалы, пияз қабығынан сары түс, қызыл түс алып, оларды киім, жүн, кілем және тағы да қолөнер жұмыстарында қолданылды. Қазіргі уақытта экологиялық мәселе маңызды болғандықтан, таза бояу қызығушылықты арта отыр. Себебі бұл таза және қоршаған ортаға қауіпсіз болып саналады. Эко-бояу процестері: табиғи шикізаттар таңдап алу, оны ұсақтау, оларды шығынын алу, сосын қоялдыру. Оған мен крахмал қостым. Сосын жылқы майын ерітіп, табиғи қоспалардың сұйықтығын қосып, салқын жерде сақтадым. Эко-бояу жасау кезінде фотоларды ұсынамын. Эко-бояу жасау кезінде қызылша, қызыл түс, сары түс, укроп, жасыл түс береді. Оны тамаққа да қоса алады. Ал аяқ кремін, кофе, қоңыр түс, қайың көмір, қара түс беріп, үйеңкі жапырағын сары түс береді. Оларды аяқ креміне қолдануға болады. Және ол үшін жылқы майын ерітіп, оларға табиғи бояулар қосып, эфир майын қолдандым. Жылқы майы көбінесе массажға, аяқ киім былғарысына жақсы. Олар жаңартып, бастапқы қалпына келтіреді. Эко-бояудың қалыптасу: эко-бояудың кептіріп тамаққа қосылады. Ол тамақ түсін өзгертіп, мерекелік сәттерде қуаныш сыйлайды. Сұйық эко-бояу мектепте және балабақшада сурет сабақтарында қолдануға болады. Ол сәбилер үшін теріге зиянсыз және тез жуылады. Аяқ кремдері иісі жағымды, былғарының құрамын жақсартады. Мектепте тәжірибе жасау арқылы эко-бояудың табиғи екенін дәлелдеді. Ол үшін акварель краскамен, эко-красканы бір-ақ бетке жағып, күннің көзіне қойдым. Өзім жасаған бояудың тез ыдырап кеткенін байқадым. Эко-бояуды мектепте даярлап топқа асханаға ұсынған болатын. Мектепте даярлық тобына акварель бояудың адам ағзасына зиян екенін түсіндірдім және өз бояумен жұмыстадым. Асханадағы аспаздарға да пайдасымен түсіндірген болатын. Эко-бояудың жергілікті жерге пайдасы: эко-бояуда улы химикаттар жоқ болғандықтан ол қоршаған ортаға зиянсыз. Тыныс алу жүйесіне зияны жоқ. Балалар мен қарт адамдарға қолданғанда аллергия туғызбайды. Жергілікті табиғи заттар жасалған соң жұмыс орындарын ашуға болады. Қауіпті қалдықтардың көлемі азайып, экологиялық мәдениет қалыптасады. Қорытынды: өз жұмысымды қорытындылай келе, эко-бояу қазіргі заманда экологияны қорғау үшін ең маңызды материалдардың бірі. Ол денсаулыққа қауіпсіз әрі табиғатқа зиян келтірмейді.